Сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, біз математика сабағын бастаймыз. Алдымен сендер маған өз көңіл күйлеріңді бармақтарың арқылы білдіріп жіберіңдерші. Қандай көңіл күйде отырсыңдар? Қане? Жарайсыңдар, тамаша. Бәріңнің де көңіл күйлерің өте жақсы екен. Ендеше балалар, қай түсті фигура артық ойыны арқылы ойлауымызды дамытып алайық, иә? Қай түсті фигура артық болып тұр мұнда? Сары. Ендеше бұл сары түсті фигура қандай екен? Қазір біз танысайық. Бұл балалар тік бұрышты параллелепипед екен. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы текше тік бұрышты параллелепипед деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тік бұрышты параллелепипедтің орналасуындағы өзгерістерді анықтайтын боламыз. Оның әр жағын білетін боламыз. Балалар, параллелепипед сөзін қалай түсініп есте сақтаймыз? Оның құрамын екіге бөлеміз екен. Параллельді дегенді білдіреді. Яғни ол грек тілінен аударғанда осындай мағынаны білдіреді екен. Ал пипед жазықтық немесе параллель жазықтықтармен шектелген геометриялық дене дегенді білдіреді екен. Қандай геометриялық дене екенін түсіну үшін балалар, оған кәдімгі кірпіштің пішіні сәйкес келеді екен. Бұл нағыз тік бұрышты параллелепипед. Қай жағы қалай аталатынын есте сақтауға тура келеді. Енді осыны есімізге сақтап алайық. Бізге қарап тұрған жағы алдыңғы жағы деп аталады екен балалар. Ал енді дәл осындай жақтар артында да бар. Бұл артқы жағы. Ал енді бүйір жақтары сол және оң деп аталады екен. Үстіндегі жағы үстіңгі деп аталады. Ал фигура тұрған жағы төменгі немесе негізгі деп аталады екен. Осыны есімізге сақтап алайық. Енді ортақ қабырғалар жоқ тік бұрышты параллелепипедтің екі жағы қарама-қарсы деп аталады екен. Қарама-қарсы жақтар әрқашан тең. Тік бұрышты параллелепипедтің қабырғалары бар екі қыры шектес жақтар деп аталады. Параллелепипедтің көрінісі міне осындай болады екен. Ал енді балалар, мынау ойлан тап тапсырмасы. Біз текшені білеміз ғой, сол емес пе? Білеміз ба? Иә. Ендеше сол текшенің неше төбесі, неше жағы, неше қыры бар екен? Ал, Ернұр айта қойшы. 6 жағы, 12 қыры, 8 төбесі. Жарайсың, Ернұр. Балалар, Ернұр дұрыс айтты ма? Қолдарын көтеріп, дұрыс айтты ма? Бармақтарымен бағалап жіберіңдерші. Жарайсың, Ернұр. Ал енді осы жауабымызды тексеріп көрейік. Яғни, текшенің де бүгінгі танысып жатқан тік төртбұрышты параллелепипедтің де балалар 8 төбесі, 6 жағы, 12 қыры бар екен. Жарайсыңдар. Енді дәптерімізге бүгінгі күнді жазайық. Жазып болдық па? Жақсы. Ендеше 38-ші беттегі бірінші есепке қараймыз. Мұнда бұл қорапқа қабырғалары 1 см болатын текшелер салынған. Бірінші қабатындағы 3 қатардың әрқайсысына 3 текшеден орналастырылған. Осындай 3 қабат текшелермен қорапты толтыруға болады. Қорапқа барлығы қанша текше сияды дейді. Ендеше балалар, мұнда сендерге үлгі ретінде шығарылып тұр. Текшенің биіктігі, ұзындығы, ені бәрі 3 см. Ендеше 3-ті өз-өзіне 3 рет көбейтеді екенбіз. Онда мәні қанша болады? 27 текше екен. Ендеше төмендегі қораптарға қабырғалары 1 см болатын қанша текше сиятын табу үшін мына дескрипторды қолданамыз. Осы өрнектерді шығарайық. Біріншісінде 27, екіншісінде 8, үшіншісінде болады 125. Ал Мирас, сен айтып жібере қойшы. Қандай өрнек шықты сенде?
жерде. Бірінші өрнекті айтып берші маған. 2 көбейту 2 көбейту 2 тең 8 сантиметр текше. Жарайсың, Мирас, жарайсың. Өте жақсы. Жақсы балалар. Ендеше біз өзіміздің жұмысымызды тексеріп көрейік. Ал енді балалар, сендер өзімізді бағалап жіберейік. Көңілді қарындаштар әдісімен. Егер сендерде барлық өрнек дұрыс болған болса, жасыл қарындашты көрсетіңдер маған. Ал егер бір қате болған болса, онда сары түсті қарындашты көрсетіңдер. Ал егер 3 не 4 қате болған болса, онда қызыл қарындашты көрсетіңдерші маған. Қане? Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Бәріңде осындай дұрыс шықты ма? Жақсы. Жарайсыңдар. Өте жақсы. Енді келесі тапсырмаға қарайық. Берілген фигураларға мұқият қара. Жоғарыдан және алдынан қарағанда төмендегідей болып көрінетін фигураны тап және белгіле. Оны төмендегі дескриптор бойынша орындайсыңдар. Берілген көріністерге сәйкес фигураны анықтау. Қане ойланып, тауып көрейік. Ал Мирас, қане? Мирас айта ғой. Жерде екіншісі дұрыс. Екінші фигураға сәйкес келеді деп ойлайсың, я? Тағы кім қалай ойлайды? Менде екінші. Жарайсыңдар. Ендеше дұрыс жауабын тексеріп көрейік, я? Екіншісі Дилай. Жарайсыңдар. Менде екіншісі. Міне, сендердің жауаптарың дұрыс екен балалар. Ендеше өзімізді тағы да көңілді қарындаштар әдісімен бағалап жіберейік. Кімде дұрыс болды? Жасыл қарындашты көтерсін. Ал кімде қате болып қалды? Сары немесе қызыл қарындашты көтеруге болады. Жарайсыңдар балалар. Барлығың жақсы жұмыс жасап жатырсыңдар. Енді сабағымызды я немесе жоқ әдісі арқылы қорытындылайық. Мерей, Сұлтан дұрыс айтты, ал Иса бізде қателесіп қалды, я? Иса, параллелепипедтің алдыңғы, артқы, оң және сол, үстіңгі және астыңғы жақтары болады екен. Бұны есте сақтау керек. Ал енді соңғы жауапты сен иә деп жауап бердің. Текше параллелепипедтің қанша төбесі болады дедік? Қане, айтып беріңдерші? 8. Я, қанша жағы болады? 8. 8 болады. Я, қанша қыры бар? 6 жағы болады, апай. Я, қанша қыры бар екен? 12 қыры бар. Міне, 12 есте сақтауың керек. Балалар, үйде 39 беттегі 3-ші есепті орындаймыз. Мұнда берілген үлгі бойынша тік бұрышты параллелепипедтің жазбасын әзірлейсіңдер. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс айтып жіберейік. Сендер бүгінгі тік бұрышты параллелепипедтің орналасуындағы өзгерісті анықтауды қолданып түсіне алдыңдар ма? Немесе аздап түсініп түсіне қалдыңдар ма? Мен қазір кімнің атын айтайын? Альмансұр. Айта ғой. Кері байланыс. Түсінді ба? Бүгінгі тақырыпты? Сұлтан. Түсіндім, апаймен. Сұлтан айта ғой. Апай мен түсіндім. Жақсы, Ернұр сенші. Апай мен түсіндім. Жақсы, Иса сенші. Түсіндім. Я, тапсырманы орындадық, параллелепипедті таныстық, оның жақтарын, қырларын білдік, солай ғой? Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.